Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге шербет дайындайтын боламыз. Бұл шербеттің дайындалу жолы өте оңай. Менімен бірге видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге керегі ирис конфет, міндетті түрде сырты көк болу керек, орех керек, одан кейін хит, кукурузный завтрак деген тәтті түрі керек. Осылайша хлопьямызды ыдысқа салып аламыз. Осылайша ирис конфеттеріміздің сыртын ашып, су парында ерітіп аламыз. Міне осылай ериді. Одан кейін орехтің сыртын ашып, дайындап аламыз. Міне мен осылай үгіттім. Хлопьямыздың бетіне салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін жәнегі еріген ирисімізді үстіне құямыз. Бірінші қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін үстіп қолымызбен жақсылап бәрін біркелкі қылып араластырып, міне осылай болады. Оны салафанға салып, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қатырып аламыз. Міне біздің шербетіміз дайын. Өте дәмді, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Әсіресе балалар өте жақсы көреді. Өйткені бұл шербет өте дәмді, тәтті. Егер де сіздерге осы рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.